Так, достар, мынау біздің алдында естеріңізде шығар, бір толықтай тазалап шыққанбыз. Содан кейінгі нәтиже сонда да көріп тұрсыздар қаншалықты лас екендігін. Бұл тазаланбаған деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Жоқ, бұл мен қанша уақытымды бөліп жақсылап тазалап шыққаннан кейінгі нәтиже мынау. Кірлері кетті, шаңдары кетті, бірақ күстері қалып қойғаны. Оны ол кезде біз кәдімгі щеткамен, сабынмен жуған едік. Ішінің бәрін тазалап, шаң соғышпен бәрін шаңын алып, міне, бірақ сонда да көріп жатсыздар, күстер ондай нәрсе кетпейді екен. Енді бұларды Құдай қаласа химиялық жолмен тазалайтын боламыз. Мынау біз мына орындықтарын тазалап жатырмыз. Міне алдыңғы тазалағандарымыз кәдімгідей жаңа автокөліктің орындықтарындай болып қалды. Енді 100% болмаса да бір 80-90%-ға тазарып жақсы болып қалды. Мына жерді тазалап жатырмыз. Мына арқалықтарын қазір ылғал тазалап қойдық, кепкеннен кейін ағарады. Мына жерлері енді әлі күс. Осы күстерді мынаумен тазалаймыз. Ал артының қалай тазалайтындарын мына пластиктерді кейін көрсететін боламыз. Немен тазалаймыз, қалай тазаланады. Негізі мынаның бәрі әппақ әдемі болады. Просто мынау күс болып кеткен ғой, мынаның бәрі күс. Кір емес, күс болып кеткен. Бұның бәрін Алла нәсіп етсе тазалаймыз, көрсетіп жариялайтын боламыз. Көлікті бір жағынан жөндеп жатырмыз, бір жағынан тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алла нәсіп етсе, осылар біткеннен кейін әуел Алла деп айтайын, саудаға шығаратын боламыз. Бұл менің бір кәсіптерімнің бірі. Бұл да жүрмей тұрған ақса шыққан машиналарды жөндетіп, жүргізіп, жасап, тазалап, қайта жаңа көлікке жаңа өмір беріп, қайтадан саудаға шығарамыз. Енді су тегінге шығармаймыз әрине, енді бірақ өз еңбекақымызды алып қалуға тырысамыз, қалдырмауға тырысамыз. Сол, достар, біздің арнамызбен бірге болыңыздар. Жақсы видеолар жариялап отыратын боламыз.